Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың жаңа тақырыбы сын есім. Оқу мақсаты күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу, мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу, дара және күрделі зат есім, сын есімдерді, етістіктерді анықтау. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызға байланысты видеороликке назар аударыңдар. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр, тағы да басқа сөздер жатады. Балалар, оқулығымыздағы 51-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқыңдар. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сулап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қойыңдар. Бұл сөздер нені білдіреді? Дескрипторы мәтінді түсініп оқиды, мәтіндегі негізгі ойды анықтайды. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қояды. Балалар, жұмбақты дәптерімізге көркем жазайық, шешуін табыңдар. Іші жұмсақ, сырты қатты, еті қызыл, сүті тәтті. Қанеки балалар, ойланып көріңдерші, жұмбақтың жауабы қандай? Сын есімдердің астын сызыңдар. Дескрипторы жұмбақты дауыстап оқиды, жұмбақтың шешуін дұрыс табады, сын есімдердің астын сызады. Балалар, үйге тапсырма 88-ші беттегі 55-ші жаттығу суреттерге мұқият қараңдар. Сол бойынша қандай оқиға болғанын әңгімелеңдер.